Жайлы мектептердің өзгелерден айырмашылығы бірыңғай стандарттар бойынша жобаланады. Яғни пәндік кабинеттер, компьютерлік сыныптар, зертханалар мен шеберханалар біркелкі жабдықталады. Мұның барлығы оқушылардың жақсы білім алу үшін жасалып жатыр. Енді осы жоба туралы кеңірек оқу-ағарту вице-министрі Еділ Османмен сұхбат құрмақпыз. Еділ, сабырлы уақыт бөліп сұхбат беруге келіскеніңізге көп рахмет. Енді жайлы мектептің айырмашылығы өзге мектептерден қысқаша қазір ғана баяндап өттік. Енді осы жоба аясында 740 мың оқушыға арналған жаңа форматтағы 369 мектеп салынады екен. Енді бұл қандай мектептер? Біріншіден жайлы мектептер дегеніміз қандай өзгешелік, ерекшеліктері бар, және осы жайлы мектептер ауылдың азаматтарын қамтиды ма, ауылда салына ма? Рахмет сұрақтарыңызға. Енді бұл ұлттық жоба мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес әзірленген алғашқы пилоттық ұлттық жобалардың бірі. Енді мұндай ұлттық жобаның білім саласына арналуының өзі бұл мемлекеттің білім саласына деген өскелең ұрпақтың өсуіне деген көзқарасы болса керек. Жайлы мектептердің басқа мектептердің айырмашылығына келетін болсақ, бұл негізінен бұл мектептердің құрылысын іске асыру механизміне байланысты негізгі айырмашылық осында. Әдетте мектептер әкімдіктің немесе бюджеттің қаражатынан оның құрылысы жүргізіліп, одан кейін тағы да екінші рет қаржы бөліп ол жабдықталатын. Енді біз осы ұлттық жобаның аясында мектептің құрылысы мен оның жабдықталуын бірге қарастырып отырмыз. Яғни құрылыс жүргізуші мердігер осы екі міндетті де толығымен сапалы іске асыруға жауапты болып табылады. Яғни екі бөлек қаражат бөлінбейді, бірден қаражат белгіленіп қойылған. Екіншіден, жаңа өзіңіз айтып өткендей, бұл мектептердің жабдықталуы толығымен болуға тиіс, яғни ішінде пәндік кабинеттер. Қазір біз мектептерді қосымша жаңа заманғы технологиялармен жарақталып жатырмыз ғой. Бұл мектептердің барлығы да осы соңғы үлгідегі оқу процесіне қажетті, ұстаздарымыздың қажетті және балаларымызға қажетті жабдықтармен, пәндік кабинеттермен, лабораториялармен қажетті STEM, робототехника кабинеттермен және компьютерлік технологиялармен толық жабдықталған болады. Бұл жоба ауылдық жерлерді қамтиды ма? Міндетті түрде өте өзекті мәселені көтеріп отырсыз. Жоба республикамыздағы негізінен оқу орындарының тапшылығын жоюға, апатты және үш ауысымды мектептер мәселесін толығымен шешуге бағытталған. Сондықтан міндетті түрде біздің ауылдарымызда да осындай мәселелер бар. Осындықтан жайлы мектеп аясында салынатын мектептердің 163-і бұл ауылдық елді мекендердегі салынатын мектептер. Оның ішінде алыс елді мекендер де бар. Бүгін енді үкіметтің телеграм арнасында білім беру инфрақұрылымын қолдау қоры құрылған сәттен бастап арнайы шотқа 152 миллиард теңгеге жуық ақша түскен екен. Сол туралы жазылыпты. Бұл қандай қор? Онда қаражат қайда, қалай жұмсалады? Өткен жолы өздеріңіз білесіздер, өткен жылдың соңында мемлекет басшысы мынау сыбайлас жемқорлық қылмыстарынан тәркіленген немесе соттың шешімімен алынған мүліктер мен қаржыларды бір қорға жинақтау және ол қорды білім саласындағы инфрақұрылымды қолдау қоры деп атауды тапсырған болатын. Бұл енді арнайы есеп шот, яғни жаңағы мен айтқан қылмыстық істерден нәтижесінде түскен қаражаттың барлығы сол есеп шотқа жинақталады. Және бұл қаржылар білім саласындағы инфрақұрылымдарды жаңартуға, салуға жұмсалуы тиіс. Бұл да жаңа мен алдыңғы сөзімде айтып өткендей мемлекет басшысының білім саласына деген ерекше ықыласы, көңілі. Мектептерімізді жақсылап жасасақ, онда сапалы білім алған балаларымыз осы елді дамытады деген үздік ойдың бір нәтижесі деп ойлаймыз. Қазіргі күні 151 миллиард көлемінде қаржы осы есепшотқа келіп түсті. Жылдың басынан бері біз елімізде өңірлердің келіп түскен өтінімдерге сәйкес негізінен сол үш ауысымды апатты және орын тапшылығы бар елді мекендердегі мектептердің құрылысына 62 мектептің құрылысына 96,5 миллиард теңге көлемінде қаржыны жұмсады. Яғни мектептерден келіп өтініш түседі. Мысалы, біздің елді мекендегі мектеп жағдайы өте қиын жағдайда, құрылысы, яғни бұл жерде әкімдіктерден келіп түседі, яғни облыс әкімдіктерінен бір іріктеп аласыздар өздеріңіз. Әрине, ең басында тұрған мәселе қандай критериялар? Үш негізгі мәселені шешу керек. Ол бірінші апатты мектеп, үш ауысымды және орын тапшылығын шешуге тиіс. Сол жоспарланған мектеп нысаны. Сонда бұл
біздің арнайы комиссияның өзінің ережесі бар. Сол ережесіне сәйкес сол комиссияның қарауынан өтіп тиісті қаржы бөлінеді. Нәтижесін беріп жатқан үлкен жоба. Себебі қазірдің өзінде республика бойынша 21 мектептің құрылысы аяқталып қолданысқа берілді. Мынау енді Қасым-Жомарт Тоқаев мектептердегі қауіпсіздік мәселесіне де ерекше мән беріп отырады. Үнемі жалпы біз де білеміз, мектептерде күзет дейміз ғой, енді күзет тұрады, әрқайсымыздың баламыз барады, мектептерге барған кезде көреміз. Жасы үлкен, мысалы, жаңағы зейнетке шыққан кісілер, көп жағдайда сондай кісілер отырады. Енді Құдай өз бетін аулақ қылсын, бірақ мынандай бір оқыс жағдайлар болған жағдайда сол кісілер, енді үлкен кісілер ғой, үлкен жастағы кісілер, не қолдарында белгілі бір қару, дубинка дейміз, басқалары жоқ. Енді ол кісілер қалай төтеп бере алады жаңағы? Осы мәселені неге бір ретке келтірмеске? Бұл немі жиі көтерілетін проблема дегенім ғой. Осы мәселе қазіргі таңда қалай шешіліп жатыр? Айтып отырған мәселеңіз өзекті. Өйткені ата-аналардың балаларын алаңсыз мектепке жіберуі қауіпсіз ортаға талаптарына сәйкес болуға тиіс. Біздің балаларымыз қауіпсіз ортада өмір сүру керек, алаңсыз білім алу керек. Сондықтан мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес биыл біз осы жылдың басынан бастап осы мәселеге ерекше ден қойдық. Өңірлер мектептерді қауіпсіздік жүйелерімен қамтамасыз етуге тиісті қаражатты бөліп, оқу жылының басына дейін республикамыздағы мектептер толығымен осы қауіпсіздік жүйелерімен қамтамасыз етілді. Бұл қауіпсіздік жүйелері деп отырғанымыз не? Ең бірінші бұл бейнекамералар. Бейнекамералар нұсқаулыққа сәйкес белгілі бір мектептердегі оқушы мен персоналдың саны белгілі бір саннан асқан кезде ол орталық жедел басқару орталығына ішкі істер органдарына дабыл батырмасы секілді, бұл камерадағы мектептегі камераны тікелей ішкі істер органдары тікелей қойып отырады. Белгілі бір 700-ден асқан жағдайда үлкен мектептерде. Одан кейін тағы бір қауіпсіздік жүйесінің ең маңыздысы бұл дабыл батырмасы, яғни батырманы басылған кезде күзет қызметінің және ішкі істер органдарынан сигнал келіп түседі. Тағы бір дүние ол лицензияланған күзет. Сіз айтып отырған. Осы мәселе өте өзекті. Лицензияланған күзет. Бұл және турникеттер. Турникеттер кіру жүйесін реттейтін. Осы 4 жүйеден тұрады қауіпсіздік жүйелері. Енді сіздің көтеріп отырғаныңыз лицензияланған күзеттің сапасына қатысты мәселе. Ондай мәселелер болды. Қазір біз ішкі істер министрлігімен бірге барлық өңірлерде осындай күзет ұйымдарына тексеру жүргіздік. Бұл не үшін жасалып жатқан? Балалар жүрген әрбір мекеме балалар үшін қауіпсіз болу керек. Еділ Сабырұлы, уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге көп рахмет айтамыз. Енді келесі жылда осы мәселені міндетті түрде енді бұл проблемалар шешіліп деген бір қуанышты жаңалықпен жүздесейік өзіңізбен. Міндетті түрде. Жақсы, құрметті көрермен, ал біз хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз.